Достар, бүгін 20 сәуір 2019 жыл біз Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебіне келдік. Біз Каспий стартап болашағы идеялы көрмесіне кеттік, достар. Сенің жобаңның таныстырып болады. Мен Жаңаөзен мектеп-лицей 8-ші сынып оқушысы Наурызбаев Нұрберген. Бүгінгі менің жобамның тақырыбы пластик қалдықтарын өңдеу арқылы мұнай мен жанармай көзін алу. Жалпы менің жобамның мақсаты пластиктердің әлемге тигізіп жатқан пайда зияны өте көп. Мен сол пластиктерді өңдеу арқылы өз пайдамды тигізіп келеді, яғни бензин мен мұнай көзін алғым келеді. Мысалы, мұнай мен бензин алу процесі. Бірінші біз кез келген ыдысты аламыз. Ол ыдысқа жаңа пластик заттарды салып, астын жағамыз, аузын мықтап жауамыз, жаққа вентиль қоямыз. Содан кейін, жаққаннан кейін ол барып, былай ол трубалардың бойымен жүреді, жаққа біз салқындатқыш, яғни су келіп тұрады, мұздай су. Ол мұздай сумен араласып, ол бензинге айналады. Айналғаннан кейін ол улы газдар мына труба бойымен жүріп, сумен араласып, таза газға айналып, сөйтіп өзінің пайда. Сонда өз-өзін жаға ма? Өз-өзін жаққандай ол, өзінің газы. Бұл горелка. Ол 3D моделі. Оны темірден жасау керек. Жаңағы айтқандай осы салқындатқыштар былай барып, мына газ барып, сол мына кез келген пластик саламыз. Ол жаққаннан кейін ол былай жүріп, салқындатқышпен. Бұна қанша ақша керек? 50-70 миллиондай. Кейін мегатонналарды өңдейтін зауытты үлкен 1 литрден 1 килограмм пластиктен 1 литр бензинмен мұнай алып. Соляркіш ойнатамыз, бензин ол пластиктің материалға байланысты. Қайырлы күн аға, сіздің жобаңыз несімен ерекше? Қайырлы күн достар. Біздің жобамыз тұтығып сөйлейтін адамдарға арналған аппарат құруға ойлаптық. Біздің тақырыбымыз Create Opportunity, адамдарға мүмкіншілікті жасаймыз. Меніңше біздің мақсаттарымыз туралы менің серіктесім айтты. Мақсатымыз қазіргі таңдағы өзекті проблемалардың бірі тұтығып сөйлейтін адамдардың айта алмайтын сөздерін арнайы біздің аппаратпен айтқызып Сіздер Маңғыстау облысындағы тұтығып сөйлейтін адамдардың санын азайту. Екіншісі, адамдармен еркін сөйлеу қабілеттерін дамыту. Үшіншісі, басқа адамдармен қарым-қатынас жасау жеңілдейді. Және бесіншісі, ең маңыздысы психологиясына оң әсерін беру. Және ол кезде бәріміз білетіндей тұтқан кезде адамдар ашуланшақ болады. Және ол үшін осы аппарат арқылы олардың психологиясын жақсартамыз. Керекті зат, керекті құрылғылар. Аға, сіз осы құрылғыларды өз қолыңыздан жасайтын болса Ақтауда? Біз оны өз қолымыздан белгілі бір орынды сатып аламыз, немесе оны жалға аламыз, арендаға. Сол жақта өздеріміз жасайтын боламыз. Бізге тағы да ол уақытта 3D принтер секілді құрылғылар керек болады. Ол 3D принтер оның сыртын шығару үшін керек болады. Бұл құрылғы осы уақытта әлемде жоқ аппараттардың бірі. Сондықтан біз мұны өзіміз жасаймыз. Және бізге керекті біріншіден өзіміздің Маңғыстау облысында логопедтердің орналасқан жерін анықтау. Біз анықтадық. Содан кейін нейрон, сенім, логос, білімпаз деген жерлерде қанша адам тіркелгенін анықтадық. Ол біздің зерттеудің затында 1 жастан 14 жас аралығында 30 адам, 27, 15, 12 адам тіркелген. Бұл жерде бір сұрақ пайда болды. 15 жастан кейін олар не істейді? Кім емдейді олар? Ешкім емдемейді. Сондықтан бізге аппарат ойлап табу керек. Және біздің бизнес планнан бастапқыда 1 миллион теңге қажет болады. Және оны 4 циклға бөлеміз. 1, 2, 3, 4. Бірінші циклді 2 рет, екіншісін айтатын болсақ, қолжетімді баға, шексіз уақыт, батарейка тұрады ол, ыңғайлы. Және кемшілігі ол компьютерлік дауыс. Барлықтарыңыз білетіндей, Google-дан сөз айтқызған кезде ол бір қызын дауыс шығады. Және біздің аппарат арқылы ол болашақта адамның өзі айтқызғандай істейміз. Және біздің екінші ғаламторға тәуелді. Бізде содан бір мақсат шықты. Ол адам жаңағы қолына аппаратты алғанда ол сөздерді сотка арқылы жазып отыру керек. Сондықтан біз алдағы уақытта саусақтарға арналған клавиатура пернетақта ойлап тапты немесе басқа пернетақта шығарған компаниялармен
келісімге отыру болып келеді. Мына біздің байланыс құралдар Инстаграмда және оның ішіне қойған заттарымыз. Қазіргі таңда бізде 36 подписчик бар. Және біздің байланыс имейлдарымыз бар, хабарласаңыздар. Аға, жобаларың күшті екен, сізге сәттілік. Рахмет. Біздің жобамыз жер энергиясы. Жердің астындағы энергияны үйдің жылуын жақсарту. Үйдің жылуына қажет мысалға жердің астында оны компрессор арқылы оны үйдің астындағы жылуды үйдің ішіне қарай үйдесе үйдің ішіне жылу береді. Оны жылуды алудың бірінші жолы бар, күн су арқылы, яғни жердің астындағы су және де судың өзінен және жердің астына 1,5-2 метр тереңдіктен ғана алу қажет болады. Бұның пайдасы адам өмірінің иммунитетіне, адам өмірінің климатқа өте пайдасы бар. Және де бұның алдағы отын өндірісі мен отын көздерінің таусылуына байланысты бұны жаңа өндіріс кешеніне алып шығады. Яғни газ бен көмірдің орнын алмастыруға қажет. Қай жерде жасап көргіңіз келеді? Бұны біз алғашында біз жобамыз бойынша үйді алдық. 100 квадрат метр үйді алдық. Бұған 5 киловатт кетеді. Жылына 3 киловатт кетеді. Бұл қарапайым өмірден алғанда 1,5 литр тоқшайнектен кеткен толығымен байланысты болады. Біздің слайдта барлығы көрсетілген геотермалдық қондырғының механизмдері, негізгі блок, жылу алмастырғыш, сорғы және компрессор. Мұнда жұмыс істеу принципі барлығы көрінген, жылдың салқын мезгілдеріндегі жердің алу. Мұнда компрессордың, генератордың жұмысы көрсетілген. Геотермалдық циклы арқылы жұмыс істеу, 3 цикл арқылы. Бұл жердің астындағы грунт су, мұнда змейка сияқты қылып үйдің жанына орналастыру және бұны судың жанына қойу. Бұны енді әр жылдан шығыны болады, алайда бұл өзін ақтап шыға алады. Біздің ауданның барлық шығыны көрсетілген. Бұнда барлығы жазылған. 300 метр квадрат үйді 30 градус суықта жылыту үшін 3 киловатт қуат қажет. Бұл деген 1,5 литр чайнектің көлемін құрайды. Осы геотермалдық системаның жұмысы жаздың күні және қыста. Артықшылықтары таза, қауіпсіз, өрт шығу қаупі жоқ. Алғашқы кезеңде үйлерді жаңағы үйдің макеті. Ең өзім Мырзағалиев Серік Талғатұлы. Қай аудан? Бейнеу ауданы. Бұнда фотосессия өтеді. Жалпы барлығы бір жерде қамтылғандықтан тұрғындарға өте тиімді, уақыттарында, ақшаларында тиімді жұмсай алады. Және де мұнда мастер-класстар жүргізу арқылы ауыл тұрғындарына тігін тігуді үйретіп, өзімізге жақсы мамандар жинаймыз. Және де мұнда маталар үйір. Қарақай ауданы Таза деген жаңа бағдарлама бойынша көп тарап тасыл сәйкестендірілген тәсілі болып саналады. Бұл тақта деген мұғалімге өте қатты көлем тигізетін материал түрінде өте шағау прототипі. Біз оны жылдық 90-ық ретінде өлеңдеп тұрып, оны любой пәнге жарайды. Физика емес, география, басқа пәндерге де ала берсе болады. Ол өте аз. Да, слаңшы. Екінші проблема негізі оқушымен оқушыларшының кез келмейді. Күнтізбені күнтізбе дайындаймыз. Ол үшінші проблема оқушыларда Басқа салалар үшін басқа салалар компьютерде қандай ерекшелігі бар? Компьютерде қандай ерекшелігі бар? Бірінші бәсекелестікке өткен тақталар. Тақтаны деген өз ойын ретінде басқа видео қарап одан қолдана өтіп, сен жеріне қарап қолдансаңдар болады. Ана
сүріліш. Шара Бекзатпын 9 минут 20 минут Ақтау қаласы, 20 минут Мұхтар Әуезоватында мектепте келдім, 9 оқимын. Сәттілік тілейміз. Мен уже 5 штук жасадым, есеп жасадым бітті. Несіне бүгін алып келіп алған клиентіміздің алғаны бүгінгі ауа райы, то есть бүгінгі дата, несі, погода, жаңалықтар, барлығы. Сәлеметсіздер, менің есімім Әзірке. Менің жобам тақырыбы дронмен тасымал тиімді табыс болып табылады ма? Менің жобамның негізгі мақсаты транспорт жүйелері нашар дамыған аймақтарда тұрғын үй тұрғындардың сұранысын және тұрмыс тіршілігін жақсарту мақсатында төтенше жағдайларда осы төтенше жағдайларда адам өміріне қауіп төніп тұрған кезде дрондарды қолдана білу болып табылады. Бұл идея маған қайдан келді? Мен Ресейде демалып жүрген мезгілінде Қара теңіз жағасында кішкентай бала жағада суға батып жатты. Осы кезде құтқарушылар дронға жиі круг іліп бала тұрған аймаққа жіберді. Сол кезде бізде бала құтқарып шықты 1 минут ішінде. Ал егер біз оны лодкамен баратын болсақ, 5-10 минут ішінде бала өліп кетуі мүмкін еді. Осы кезден бастап мен дронның артықшылығы көп екенін білдім. Және осы кезде сосын мен ауылда тұрған болатын туыстарым үйде Ресейде. Сол кезде ауылдағы адамдар пиццаға заказ берді. Мен адам келіп әкеліп тастайтын шығар деп ойладым, алайда ол пицца дронмен келіп тасымалданып есік алдына қойылып кетті. Бұл өте жақсы идея екенін білдім. Және дронның басқа да ол төтенше жағдайларда коммуникациялар жедел жәрдем дәрі-дәрмек кезінде, пицца тасымал кезінде, газет журнал тасымалдау кезінде көмектеседі. Сіздің теңізге батып бара жатқан бала жоғарыда терезелерді тазалау деген сияқты аясында да қолданылады. Шешу жолдары бізде дрондарға заказ беріп, дрондарға заказ беріп, саламыз. Және осылай бастаймыз. Сол қазіргі Америкалық құрама штаттарында олар кітап тасымалдау әртүрлі. Сіз жобаңызды қай жерде жүзеге асырдыңыз? Ақтау қаласында оған арнайы мамандар қажет емес. Ақтау қаласында бізде оны істей аламыз. Мысалы мен дрондарға қажетті құралдарды заказ беріп, интернетте біздер осы арнайы құралдар үшін қажетті кодтар бар, сол арқылы үйде отырып жасай беремін. Біріншісі әсем қалалар, екіншісі жануарлар әлемі, ал үшіншісі уақытқа саяхат. Яғни мұнда достарымен, ата-аналарымен де келе аласыздар. Мұнда кассалық бөлме, бірінші осында ақша төлеп сіздердің жекеге бересіз. Пожалуйста, никто никуда не уходит, хорошо? Когда жюри закончит свою работу, оставайтесь тут. Я дальше скажу вам, что делать. Договорились?